Сонымен біз дайынбыз, бастайық. Бірінші сұрақ кімде? Сұрағым Леон Эдвардсқа. Леон, бүгінгі Колбидің киімі туралы не айтасың? Не киіп алғанын білмеймін. Бұндайды түсінбейді екенмін, бірақ өзіне жарасып тұр деп ойлап отырған шығар. Әрине түсінбейсің, сен орта мектепті де бітірмегенсің ғой, не айтып отырсың, топас? Айтшы, сенің білімің қандай, маған қызық болып тұр. Бастауыш мектепті де бітірмеген шығарсың, сен ақымақ. Айтсашы, солай ма? Демек солай. Жақсы, мен халықтан сұрап көрейін. Сендер мына мыңқылдаған ақымақты тыңдау үшін келдіңдер ма? Осыны қолдау үшін ба? Немесе америкалық революцияға қосылу үшін келдіңдер ма? Жақсы, маған ұнап отыр. Менің тағы бір сұрағым бар сендерге. Әр қайсысыңа қатысты. Айтыңдаршы, Йен Герридің әйелін қайсыларын итергің келеді? О, сұмдық-ай. Вау, енді UFC оған неше түрлі фамилия беретін болды ғой. Леон, сенің айтуынша адамдар Колбидің персонажы туралы өте көп талқылайды, бірақ оның қабілетін ешкім айтпайды дедің. Қалай ойлайсың, бұл Колби үшін тым артық емес па? Иә, ол менімен бірге октагонға кіргеннен кейін өзінің не айтқанын ұмытып қалады. Бұл шындық. Ол жақсы жауынгер, бірақ бұл мені жеңу үшін жеткіліксіз әрине. Айта бер, сенің мыңқылдағаныңды есту үшін келіп отырмыз. Жалғастыра бер, бро. Колби, Леон Камару Усманды 2 рет жеңген, сен де Усманмен төбелесіп көрдің. Енді Леонды Усманнан қарағанда қиын қарсылас деп ойлайсың ба? Әрине жоқ, бұл жекпе-жек әлдеқайда жеңіл болады. Өйткені мен Камарумен төбелескен уақытта Усман өзінің шыңында болған. Ал оның ең соңғы сәтте жай ғана жол болып кетті. Ол тағы кімдерді жеңді? 40 жастағы Серона, 40 жастағы Нейт Диас. Кім бар тағда? Кілең шаршап қалған шалдардан басқа. Осы ма жетістік? Леон, Колбидің жетістігі туралы сен не айтасың? Сен кімді жеңдің, айтшы? Вудлиді ма? Вудли. Білесің бе, Вудлимен не үшін төбелескенімді? Өйткені сен су жүрексің, сол кезде жекпе-жекке қорқып шықпағансың, сол үшін мен төбелестім, білесің ба? Усманмен де титулды жекпе-жекке шыға алмағансың сен қорқып. Мұрынбоқ, түсініп тұрсың ба мені? Осы дивизиондағы қорқақ су жүрек кім екенін білесің ба? Ол сенсің. Вудлимен де, Усманмен де мен төбелестім. Сен қайда жүрсің? Ей, жанкүйерлерге көрсетші ғане басыңды. Қурап қалған шөп сияқты таз басыңды көрсетші ғане, көрейік. Сұрағым Вандербойға, Шавкат сен үшін қазіргі сәтте ең қиын қарсылас деп санайсың ба? Иә, менің ойымша солай. Тыңда, бұл жігіт қазір ешқандай жеңіліссіз келе жатыр, 100% көрсеткішпен. Бұл жекпе-жек арқылы мен белдікке лайық екенімді UFC-ге және жанкүйерлерге дәлелдегім келеді. Сондықтан жексенбі күні шығып мен бұл жігітті құлатуым керек. Сосын әрі қарай не болатынын көреміз, бірақ оңай болмайтыны белгілі. Көпшілік сені бұл спорттағы ең мейірімді жауынгер деп есептейді. Енді Леон мен Колбидің трэш-тогына не айтасың? Менің ойымша, иә, осылай біраз қыздыру керек сияқты. Қалай ойлайсыздар? Көпшілік, менде бір сұрақ бар. Сен Стивенді ең мейірімді жауынгер деп айттың ғой. Енді мен бір нәрсе сұрайын. Стивен мен оның әкесі терезесі жоқ жүк көлігіне балаларды отырғызып, конфет беріп, карате үйретеді екен. Сосын балаларға кеттік доджоға дейді екен. Колби, мен сені карате автобусына отырғызбағаным үшін ренжіп тұрсың ба? Ашуланба, бәрін дұрыстаймыз. Турасын айтайын, Стивен топ 10-дықта немесе паунд-фо-паунд үздіктерінің қатарында емес. Өздерің білетіндей басқа тізімде болу керек. Мен оны педофил деп тұрған жоқпын, бірақ жасап жатқан тірліктері ұқсайды. Менің балаларым туралы жаман айтпа, мен оларды саған жіберемін, сені айырып тастайды олар. Сен сияқтылар солай айтады. Сұрағым Шавкатқа. Шавкат, Вандербойдың стилі футбол, карате сияқты сенің стиліңе ұқсай ма? Жалпы сенің стилің қандай? Сұрағым Тони Фергюсонға. Тони. Жаңа сен шыққан кезде Педиға бір нәрсе көрсеттің, және одан көз алмай қарап отырсың. Оған, яғни Педи Пимблетке жеке басына қатысты қандай да бір өшпенділігің бар ма? Жоқ, ешқандай өшпенділік жоқ, тек қана бұл жігітке мен жекпе-жекте бір нәрсе үйретуім керек сияқты. Білмеймін, бұл спорт өте қатыгез. Мен оның бетінен кетчуп қосылған сэндвич жасаймын. Сондықтан есіргенің жетер, балақай. Тони, сенің UFC сахнасында, яғни UFC төрінде жүргеніңе біраз уақыт болды. Енді Педи Пимблет өзінің айналасында хайпқа лайық деп ойлайсың ба? Мен оның хайп ұстап жүргенін тіпті білмейді екенмін. Бұл мені алаңдатпайды әрине. Мен өз жұмысымды жақсы білемін. Менімен жекпе-жекке шыққан адамды не күтіп тұрғанын жақсы білесіңдер. Соңғы өткізген жекпе-жегімнен басқа ол сүмелек өзін жақсы көрсетті ол жолы. Сондықтан мен үшін жаңа уақыт келді, мен бұған өте қуаныштымын. Мен білесіңдер, бұған дейін біраз нәрсе көріп тастадым, сондықтан бұл 15 минут мен үшін ештеңе емес.
Тони, сен Пэддиді әлеуметтік желілеріңде бұғаттап тастаған екенсің. Енді жекпе-жектен кейін оны босатасың ба? Менің бұғаттап тастауым оны алаңдататын болса, ол қатты қателеседі. Әлеуметтік желі ол құрал. Мен өз жұмысымды жақсы білемін. Сондықтан бұл оны қатты алаңдататын болса, білмеймін жексенбі күні не болатынын. Сұрағым Колби Ковингтонға. Колби, қастарыңда жартылай орта салмақтың басқа жауынгерлері де отыр. Кім жеңеді деп ойлайсың? Шафкат па, Стивен Томпсон ба? Бәрібір маған кім жеңсе де, бұл адамдардың барлығы мен үшін келді. Бұл жерде басты жұлдыз менмін. Олар бұл жерде отырмай-ақ қойса да болады негізі. Менің көлеңкемде кім төбелесетініне түкіргенім бар. Аузыңды жап, Колби. Жапшы аузыңды. Бұл жердегі мейн ивент менмін, Колби. Аузыңды жап та қыс көтіңді. Вау, сен қайдан шыға келдің, бәлекет? Ей, Тони, мен саған жанкүйер едім ғой. Мен америкалықтарды жақсы көремін, сондықтан бәрібір саған жанкүйермін. Байқа, өзіңнің 7-ші жеңілісіңе ұшырап қалма, бауырым. О, Колби, сен менің дивизионымдасың, ұмытпа осыны. Бұл менің дивизионым, келесі сенсің. Бұл дивизиондағы ең оңай жекпе-жек сенсің ғой. 14-2 рекорд нокаутпен. 6 жеңілісің қайда кетті? Ол жеңіл салмақта болған, жартылай орта салмақта емес. Сондықтан сен нағыз еркектердің дивизионда төбелеспейсің. Жартылай орта салмақ дивизионы менікі, әр ойна. Бұл сөздеріңді басқа біреуге айтасың, маған емес. Тони, сен Майкл Чендлердің соққысынан кейін әлі нокаутта жүрген сияқтысың ғой. Мүмкін, бірақ мен ояндым, мен нағыз американдықпын. Сондықтан бетің айтамын. Балаларыңды үйден шығарғанда қабырғадан елесті көрмейсің ба сен? Белдік ешқайға кетпейді, қандай жағдай болмасын, Колби және мен жеңіске жетеміз. Белдік Америкада қалады. Иә, көреміз. Бұл саған берілген баға сорлы. Мен де сені бағалап отырмын ғой. Мен саған жанкүйермін. Кеттік, Колби, осыны жасайық. Америка үшін. Кеттік онда. Жаратушы бізбен бірге. Америка үшін кеттік. Революция жасайық. Камару Усманның айтуынша, Колби Ковингтон жартылай орта салмақтың басты жұлдызы депті. Енді Колби Усманның осы бағалауына не айтасың? Және Леон, бұл жекпе-жекке басында келіспегеніңе өкінесің бе? Иә, Усман жынды емес, не айтып тұрғанын жақсы біледі ол. Менімен өткізген 2 жекпе-жекте де жақсы ақша көтергені өтірік емес оның. Сондықтан Леон мен Усманның харизмасын салыстырсақ, мынаның қасында Усман нағыз Джеймс Браун сияқты. Ол сенің көтіңді айырып жіберген жоқ па, маңыздысы сол. Қайдағы айырып тастаған, ол маған ештеңе жасай алмады. Не айтып отырсың, ол жерде төреші қателесті, мен оны 5 раунд бойы сабадым. 2 және 3 жекпе-жектерінде ол сенің көтіңді айырған шығар. Ей, сорлы, не деген ақымақ едің сен? UFC сенімен қалай жұмыс жасап жүр, түсінбеймін. Сен шынымен де топас екенсің, бро. Жексенбі күні мен сені тозақтың түбіне сүйреп алып барамын, шын айтамын. Бопты. Сені тозақтың түбіне сүйреп алып барамын, дәл сол жерде әкеңмен кездесіп қаларсың. Мына сорлыға қараңдар. Біздің чемпионымыз қандай сезімтал еді. Бұл Ultimate Fighter чемпионшып емес, Ultimate Film чемпионшып болды. Жігіттер, ол қазір жылап жіберетін сияқты. Көзін сүртетін бірдеңе берсеңдерші. мың 776 жыл балақай, америкалық революция. Генерал Вашингтон бастап берді, генерал Ковингтон аяқтайды.